Әй, сен бала, саған айтам. Қатының жылап отырса да экраннан көз алмайсың. Кім сені осындай тас жүрек қылды? Саған сеніп барған қызды осылай жылату қажет пе? Ол саған адал болды. Ал сен көзіңді алақ үйін жасап басқаға телмірудесің. Тамақ дайын тұр, дәм жоқ дейсің. Киімің дайын, ол жуылмаған дейсің. Бала жыласа мен шаршадым дейсің. Сен шаршасаң адам, ал қатының шаршаса міндет пе сонда? Ол әйел біреудің үмітпен ұзатқан қызы еді. Сен болсаң сол нәзік жанды күнде ренжітіп атқаныңды білмейсің. Bir күні көтеді ол. Бәлкім сонда ғана түсінетін шығарсың. Есіңде болсын. Әйелің кетсе, ел аяйды. Бірақ ертең сен көшеде қалсаң, ешкім жаны ашымайды, ешкім қол созбайды. Керісінше, өзіне сол керек деп артыңнан сөз өреді. Бастапқыда жұбатар, кейін сені ұмытар. Сондықтан бүгін қадірлей алмасаң, ертең кешірім сұрайтын ешкім қалмауы мүмкін. Қолда бар алтынның қадірін біл. Еркек деген тек отбасын құратын адам емес, отбасын сақтай алатын адам. Қиын кезде тастап кететін емес, қасында тұрып қамқор бола алатын адамды айтады еркек деп. Осы видеоны бөлісіңдер басқалармен. Түзелсін мына қоғам.